Қайырлы күн, сіздермен 553 есепті қарастырамыз. Қараңыз, мұнда бізде 2 жазылған, е? Бұл 2 қайдан шықты? Ортақ бөлім 30 болған. Демек, мына 10, е? Мына 10. 10-ға нешеден бергенде 30 болады? Соны алайық бірінші 3-тен, е? Демек, 3-тен берген кезде мынау 3, мына жерде болды. Яғни 3-ке 1-ді көбейткенде ғана 3 шығатын белгілі. Ол кетті. Енді келесі 2. 2 қайдан шықты? 1. 1-ді неше көбейткенде 2 болады. Соны қарастырамыз. Сонда бізде 2 болады. Енді мына 30-ды осы 2-ге бөлеміз. Ол бізде 15 болады. Сонда 2, 3 жазылды. 30 бар. 3-ке 1 бүтінді қосатын болсақ, бізде 4 бүтін шығады. Екінші есеп. 75-ке келтірген. Ортақ бөлім 75. Ең бірінші мынаған қараймыз. 5. 1-ді неше көбейткенде 5. Әрине 5-ке. Енді осы 75-ті, мына 75-ті мына 5-ке бөлемін. Сонда 15, сонда мына жерде 15 деген сан бар. Енді мына жерге қарайым. 9. 25-ке қандай санды көбейткенде 75 болады. Тоқтауыш көбейткіш беріп алайық бірінші. Ол үшін 75-ті бөліп алам 25-ке. Ол бізде 3. Енді 9-ды 3-ке бөлген нәтижені мына жерге жазам. Ал мына жерге бүтіндер. 1 бүтінге 7 бүтінді қостым. Ол бізде 8 бүтін болады. Келесі 3-ші есеп. Енді 48 ортақ бөлім. 48-ді 48-ді 12-ге бөлемін. Мына 12-ге бөлем, себебі тоқтауыш көбейткіш берген бізге. 48-ді 12-ге бөлсем, ол менде 4 болады. 1-ді 4-ге көбейткенде 4 болады. Енді 27. Мына жерге ортақ бөлім. 27-ні 9-ға бөлем. Кері қарап шығарып жатырмыз ғой. 27-ні 9-ға бөлем, ол бізде 3. Енді осы 48-ді, мына 3-ке бөлем. Мен алымын шығару үшін. Сонда 48-ді 3-ке бөлсем, менде 16 болады. 16. Енді бүтін жазам. Мына жерде 6 бүтін тұр. Мына 2-міз белгілі. 2 белгілі, 6-тан 2-ні азайтатын болсам, ол менде 4. Соңғысы ортақ бөлім 60 дейді. 60 15-тен беріліп отыр екен. 60 болу үшін 60-ты 15-ке бөлім. 4, 4, 2, 8. Келесі 5 шықты. 5-ті 1-ге бөлем 5. Енді 60-ты осы 5-ке бөлемін. Бөлімін табу үшін. Ол бізде 12 болады. 12. Енді бүтін. 7 бүтін шығып отыр. 3 бүтініміз бар. Демек, бізге мына жерге 4 бүтін керек.